Айдосты бұған дейін тек теледидардан көріп жүрдік. Жекпе-жектерге басына тымақ киіп үстіне, шапан іліп қолына бүркіт ұстап шығатын боксшы ретінде жадымызға жатталыпты. Кездесуден кейін айтатын сөздері де кесек-кесек. Маркетингтік әдіспе дейміз ғой баяғы. Өйткені кәсіпқой бокста жарнама деген дүниенің орны ерекше. Бірақ бақсақ бұл Айдостың ойлап тапқан образ емес өмірдегі өзі болып шықты. Яғни ауылда өскен қазақ баласының бойында ұлттық рух тұнып тұр. Әрбір іс-қимылы, қарым-қатынасы, тіпті қарапайым сөз саптауына дейін ұлтжанды адамдарда сүйсінтпей қоймайды. Мен бір өзіме өтірік образ қалыптастырған адам емеспін. Өйткені мен шын бала күнімнен мен өте қазақ деген адаммын, қазақи адаммын. Бала кезімде әке-шешемнің, жаңағы атам мен әжемнің тәрбиесін көргенмін. Жаңағы бала кезден ертек тыңдап, жаңағы батырлар жырын тыңдап өскен баламын. Сондықтан қазақилық мен қанымда бар. Неге? Енді біз әлемге шығады екенбіз ақыры. Бізді әлемдік аренаға шыққанда бүкіл әлем тамашалайды. Бұл қазақ деген ұлт кім? Қандай ұлт деп? Мысалы, Геннадий Головкин ағамыз өзінің шапанын киіп шығып, бүкіл әлемге қазақтың кім екенін танытты. Сол сияқты мен де қазақтың бір бөрігін танытайын деп, осындай қолымнан келсе жаңа документалдық орыстар кеп, жаңа россиялықтар кеп түсірді документалдық фильм. Сол жерлерде атқа мініп, бүркітімізді көрсетіп, қолдан кеп атса домбыра тартып, жаңағы асқа бешбармақ қойып, сөйтіп қазақтың салт дәстүрін танытып көрсетуге тырысып жатырмын.